Қайырлы күн балалар. Бүгін сан есімді қайталаймыз. Дерек көздерден қажетті мәліметтерді табасың және жоспар бойынша мәтін құрастырып жазасың. 49-шы жаттығуды оқып көрейік. Хайуанаттар бағында сары, көк және қызыл түсті тотықұстар бар. Сары түсті тотықұстардың саны көк түстілермен бірдей, ал көк түстілердің саны қызыл түстілермен бірдей. Егер қызыл түсті тотықұс үшеу болса, хайуанаттар бағында барлығы неше тотықұс бар? Ендеше есептеп көрейік. Сары мен көк, қызыл түсті неше осы сонша десе, демек көкте үшеу, сарыда үшеу. Барлығы 9 тотықұс бар. Хайуанаттар бағында 9 тотықұс бар деген сөйлемде 9 деген сөз сан есім болып тұр. Сосын сен саяхат жетекшісі болып, сен балаларды өзің тұратын көшемен таныстырасың. Ол үшін көше кімнің атында, ол туралы қандай ақпарат білесің? Көшенің атауы болмаса, көшенің бойында орналасқан дүкен, мектеп, ағаш, тағы да бұрылыстар болсын, солар туралы айтуға тырыс. Өз сөзіңде сан есімдерді қолдануды ұмытпа. Менің жазған мәтінімді оқып көр. Менің мәтінімде сан есім бар ма жоқ па? Анықтап көр. Сосын берілген жоспар бойынша мәтін құрастырып көр. Қазақстанның жері туралы, Қазақстанның халқы туралы және Қазақстанның көрікті демалыс орындары туралы қысқа да нұсқа мәтін жазып көр. Мен саған көмекші ретінде толық мәтін беріп қойдым. Осы мәтінді негізге алып, өзің мәтін құрастыр. Келесі жаттығуда Айманға жеуге жарамды саңырауқұлақ теру керек. Ол қай жолмен жүрсе, жеуге жарамды саңырауқұлақ тере алады. Жеуге жарамсыз улы саңырауқұлақтар қызыл түсті екен. Мынау қызыл түсті саңырауқұлақтарды Айман термеу керек. Оған біз қай жолмен жүру керек деген сұрағына жауап беріп көрейік. Айман оң жақтан санағанда 3-ші жолмен жүрсе, жеуге жарамды саңырауқұлақтарды тере алады. Өйткені 3-ші жолда жеуге жарамды саңырауқұлақтар көбірек өсіп тұр. Басқа жолдарда аз. Балалар, сендер осы сабақта сан есімді қайталадыңдар, ал сендерге сабақ берген Гүлзина Жақсылық.